таргетологта қалай табыс табады? Таргетологта мысалы сізге таргет оқыдыңыз, сізге клиент келді. Клиент келеді да маған таргет жасап бер дейді. Сіз оған таргет жасап беру арқылы табыс табасыз. Яғни мен услугам күніне 1000 дейсіз басында. 1000 үш клиент алсаңыз күніне сізде 4,5 оны бір айға көбейтсеңіз 136 үйде отырып табасыз. Одан кейін сіз уже табысыңызды өсіресіз, яғни услугаңыз көтересіз, уже сізде опыт жиналады ғой, тәжірибе жиналады. Ол кезде сіз өзі күніне 4,000-5,000 деп қойсаңыз болады. Ол кезде сіз 5 клиент ала аласыз, күніне 5 клиент алғанда есептеңіз. 5000-нан күніне 5 клиент қанша болады? Оны айына көбейткенде қанша? Сіз уже опыт жинағанда уже сіз курс сатып бастайсыз, иә? Перепродажаның курсы бар, иә? Өзіңіз курс түсіріп сатсаңыз, кәне есептеңіз, енді сізде айына үйде отырып, ешқайда шықпай, тәуелді болмай, ешкімге қалай табыс табасыз. Таргетологтың артықшылығы осы. Ал енді сәттілік маған тіркелуді